Атаманның ақыры. Қалаға келгелі бір апта өтті. Ештеңенің байыбына бара алмай, сандалып, көше-көшені, базар-базарды тіміскілектеп, жем іздеген қандендей сарсылсып, таныс біреу кездесіп қалар мекен деген үмітпен, әрі өткен, бері өткендердің жүздеріне жіті көз салып, бір-біріне ұқсас, ертеңнен кешке дейін бітіп бермейтін күндерін әзер өткізген Жұмат бүгінде ерте тұрып, сол машықты әрекетіне тағы кірісті. Қаладан бір кәсіп табыла ма деген мақсатпен келген еді. Өйткені туған ауылындағы мәдениет үйінде біраз жыл меңгеруші боп істеп, күнделікті нәпақасын тауып, 2 баласы мен әйелін асырап, шаруасын дөңгелетіп келе жатқанда, аяқ астынан бір пысық табылып, зәулім клуб ғимаратын сатып алып, бір аптаның ішінде Жұматты аттан аударып тастағандай еді. Соңынан естігенде ол да аспаннан түскен біреу емес екен. Сол өзі тұратын аудан әкімшілігіне лауазымды қызмет атқаратын біреудің балдызы көрінеді. Әлгі күштінің арты дермен тартады деген мәтелдің қазіргі заманда айнымай, іс жүзіне жүзеге асып тұратын 30-дан асқан жігіт сол кездің өзінде-ақ бағамдап еді. Содан берде біраз жыл өткен. Қаладан оқу бітірем, әмбе ауылдың ең әдемі ғимаратының тізгінін бірнеше жыл ұстап келген Жұматқа бұл соққы өте ауыр тиді. Ауылдың да өз тіршілігі бар еді. Егістік суғару, ауыл тұрғындарының малын жаю, той-томалаққа асабалық жасау, біреудің үй жайын жөндеп құрылысын салып беру деген сияқты ұсақ-түйек жұмыстар жетіп артылады. Бірақ саусақ қызметтен арылған Жұмат намыстанып әуелгіде 1-2 ай өзінің жеке шаруасын реттеп, басқаға мойын бұрмай, үйінде жатып та алған. Үйінде тырп етпей жатқан еркектің аузына кім әкеліп сыбаға салып берсін. Осыны хош көрмеген әйел де соңғы кездері жиі-жиі қыңқылдай бергесін, тәуекел деп өзінің ауылдастарымен араласып, солардың соңынан ерген. Басқа түссе баспақшыл деген. Солардың ішінде әжептәуір қызметмен әп-сәтте еріксіз қоштасқан Жұматқа әжуайлап қарап, кекесін күлкімен ызасын келтіретінде табылмай қалған жоқ. Уақыт өте келе бұған да еті өліп, олар да мұны табалаған қойып еді. Бірақ бұл жұмыстың да берекесі болмады. Солардың көбісі өз ауылдастары болғандықтан атқарған жұмыс үшін мардымсыз тиын тебен ұстатып, немесе бір табақ етпен бір шөлмек арақпен алдап, Жұматты иығынан қағып, аттандырып салып отыратын. Ал өз еңбегіне тиісті өтемақы талап етуге оның да тағы дәті жете бермейтін. Өйткені ақша сұрап алақан жайды деген сөздердің ел үшін гүлі есетін алдын ала бағамдап, үндемей жүре беретін. Сөйтіп біраз малының арқасында Жұмат осылай тіршілік етіп, 2 жыл өткен соң, ақыр аяғы бұл әрекетімен бір жолы қош айтысуға бекінген. Қалаға келген соң да алдынан ешкім құшақ жая қарсы алмаған. Осыдан жарты жылдай бұрын қақыған қыс ортасында бір ауылдасы келіп, сөйлесе келе, мен сені жарылқаймын. Үлкен қаланың қуыс-қуысының бәрі қып-қызыл ақша, тек денсаулығың болып, ерінбесең болды. Бәрін өзім қатырам деген соң, бұл да ойланып қалып еді. Содан соң санасын әлде бір қиялдарға жеңілдірген соң, жаз шықсын, күн жылысын, сол кезде көрерміз деп, жылтырма жауаппен құтылған. Сол жігіттің қаладағы мекен жайында жазып алып, бәлкім расында да қалаға барып, 2 қолға бір жұмыс тауып алармын. Табан тірейтін жерім де жоқ емес екен деп, кейін осы ойыннан іштей үміт артып келген. Міне шаһарға келісімен сол жігіттің тұратын үйін іздеп барып еді. Маңдайы тасқа тигендей пәс көңілмен кейін шегінді. Міне шаһарға келісімен сол жігіттің тұратын үйін іздеп барып еді. Маңдайы тасқа тигендей пәс көңілмен кейін шегінді. Көзі шеңірейген, мосқал орыс, остендер неменеге маза бермейсіңдер? Олардың бұл пәтерден кеткеніне де 2 ай болды. Ендігәрі есігімді ашпаңдар деп, жекіп Жұматтың танауынан астынан есікті тарс еткізіп жауып алған. Содан тауы шағылып, тауаны қайтқан бұл бірден ауылға қайтадан тартып кетуге намыс жібермей, көше-көшені аралап, сол ауылдасы бір жерден жылт етіп кездесіп қалама деген оймен келе жатыр еді. Кенет көше бойынан пәтер берем деген қағаз ұстаған бір әйелді кездестірді. Қалаға келген адамның ойына алғаш келетіні асқазанның қам емес, жататын орын екені белгілі ғой. Жұмат жолым болатын болды ғой деп ішінен қуанып кетті. Жүзі бал-бұл жанып, әлгі әйелге жақындай берді. Сәлемдесіп алған соң бірден сауалға көшті. Пәтеріңіз қай ауданда деп, бірден оның құнын емес, орналасқан жерін сұраған.
Әйелде клиент таптым ба дегендей екі көзін бағжаң еткізіп, бағанадан бергі сазарған жүзін лезде жұмсартып, жымың ете түсті. Ой інім, тура осы орталықта. Осы жерден 2-ақ квартал, көк базарға тиіп тұр. Жұматтың бұл сөздерді естігенде, тіпті төбесі көкке жетпей шақ қалды. Маған да осындай пәтер керек еді ғой. Мынау деген ғажап қой деп, қасаңсып келе жатқан жүзіне қан жүгіріп, өзі де қуаныштан қалай жымиғанын байқамай қалды. Жатар орнын алдына тосып тұрған, әдеміше келген қара торы әйелдің бетінен сүйіп алғысы келді. Жүргенге жөрге мінеді деген осы ғой. Барлық жағдай бар ғой. Әрине бауырым, не керектің бәрі бар. Телевизор, газ, ыстық су, суық су, ванна, ас үй, кереует деп әйел тізбелеп әкетіп бара жатыр еді. Жұмат бұл пәтерді менен басқа біреу көлденең килігіп алып кете ме деген қауіппен айналасына алақ жұлап қарап алған соң әйелге «Кеттік, ендеше маған осындай пәтер керек еді» деп оны жүруге ыңғайлады. Әйел бір нәрсеге түсінбесе керек. Ілби басып жігітті өзімен бірге ертсе де, оның келбетіне алаңдай қарай берді. Жүзінде бір түйткілдің, сауалдың нышаны бар. Бірақ жігіт оған сенімді көрінді. Бір басына жететін қайраты, айтқан сөзінен ағат кетпейтін табандылығы бар екенін байқағандай. Сондай-ақ әр сөзге сенгіш аңғалдығының бар екенінде әйел іштей пайымдап келе жатты. Әйел үйге таяй бергенде Жұматқа тосынан сұрақ қойды. Сіз пәтердің бағасын неге сұрамайсыз? Пәтер снимать ететін адамдар бірден оның құнын сұраушы еді ғой деп әйел күліп жіберді. Барып көрген соң келсем бе деп ойлап едім. Өйткені көріп білмей жатып қалай сұраймын деп Жұмат та ыңғайлы пәтердің жан қинаймай табыла кеткеніне әлде қуаныш деді. Ал оның құнын әзірше шатағы жоқта ерсілі-қарсылы өткен адамдардан уәдеге бөктірген ауылдасының жүзін кездестіріп қалам ба деген үмітпен алақ жұлап қарап, енді ғана әйелдің өзіне қойған соңғы сұрағын санасынан терең зерделеп шыққандай-ақ оған жалт қараған. Бұл сәтте олар подъезге де келіп кірген. «Я, кешіріңіз, пәтеріңіз қанша тұрады? Енді пәтер құнын сол пәтерге кіргеннен соң айтамын» деп әйел де қырсыққандай сазара қалды. Оның жүзінен тағы да алтын уақытымды босқа жоғалттым ба деген сұрау өзі жатқан. Өйткені бұл әйелдің де пәтер саудалап жүргені жалғыз бүгінгі күні ғана емес еді. Екеуі 3-ші қабатқа көтеріліп келе жатыр еді. Алдарынан бір қара мысық мияулай қарсы алып жолдарын кесіп өтіп, төмен қарай құйрығын көтеріп жосыла жөнелді. Жұмат мысық даусынан тіксініп қалды. Қазақ мұндайға мән бермеуші еді. Арты тыныш болсын деді, ішінен күбірлеп. Бір бөлмелі пәтердің іші мұнтаздай таза екен. 2 кісілік кереует, теледидар, шарайна, сервант, киім ілетін шкаф, осы бөлменің бар жиһаздары өз орындарын тауып, әдемі бір келісімділікпен кірген қонақтың жүзіне жылылық сыйлайтындығы бірден көзге көрініп тұр. Жұматтың да іштей мерейін үстемделете түсті. Ас үйді де қош көңілмен қарап шықты. Мұнда да керек жарақтың бәрі өз орындарын тапқан. Айналып келіп ваннаға ауысты. Онымен бірге еріп жүрген әйел де пәтердің орналасушыға ұнаған іштей сезіп үндемей жүр. Тек Жұматтың қойған қысқаша сұрақтарына шолақ жауап қайтарып, әйтеуір жігіттің қаржы мәселесіне қашан ойыстайтынын іштей ойлап, істің соңын күткендей анда-санда Жұматтың жүзіне сынай қарап қояды. «Пәтеріңіз маған ұнады апай» деп 40-тың ар жақ бер жағындағы әйелге күлімсірей қарады. «Сіз жалғызсыз ба?» «Иә, жалғыз тұрсам несі бар?» Жұмақ сұрақтың төркініне түсінбей, әйелге сауалды жүзбен қарады. «Жай айтам ғой, ақшасын төлесеңіз тұра беріңіз. Енді тегін тұрмайтынымыз белгілі ғой» деп жігіт те жорта күлімсіреді. «Сонда қанша дейсіз?» 10 000 теңге. Жұмат іштей қуанып кетті. Өзі орталықта болса, көк базарға таяу орналасса, бұдан артық онда қандай пәтер керек еді. Жағасы жайлауға, көкірегі кернейге тіреліп, жүзін қуаныштың күрең лебі шарпып өткен жігіт қалтасынан тұтас 10 000 теңгені алып әйелге ұстата берді. Рахмет деп жүзін тайдыра беру мұң екен, әйел төтесінен тағы бір сұрақты қойып жіберген. «Ертең пәтерді сағат қаншада босатасыз?» «Босатқаны қалай? Мен сізге ақша төлеп тұрған жоқпын ба бір айға?» Әйел, «Мынаның есі дұрыс па, өзі қайдан келген пәле бұл? Мені алдайын деп тұрған қулардың біреуі ме?» деп Жұматқа сенімсіз көз тастап, қабағын түйе, даусын зорайта сөйлеп кетті. «Ой інішек, қалада тура мына өзің ауасын жұтып тұрған Алматыда айына 10 000 теңге төлеп тұратын пәтер бар деп кім айтты саған? Өзің қайдан келіп едің? Ауылдан?»
Не сонда күніне 10 000 теңге төлеп тұруым